Мен Алмалбақ ауылындағы орта мектеп гимназиясындағы Жұмағазы Қауашақ боламын. Бүгінгі менің тақырыбым Қазақстанның 7 кереметі. Ең бірінші тарихи ескерткіштер, оған тамғалы тас таңбалар жатады. Ол Алматы облысында орналасқан, бізден 1000 жылдар бұрын пайда болған жартас суреттері. Олар қола дәуірінің рухани мәдениетін айқын көрсетеді. ЮНЕСКО дүниежүзінің мұрасына кірген. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бұл 14 ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен салынған кесене. Түркістан қаласында орналасқан. Ол қазақ халқының тарихындағы маңызды діни ескерткіштердің айқын бейнесі. Қожа Ахмет Яссауи ислам дінінде өте танымал тұлға. Айша бибі кесенесі Жамбыл облысында орналасқан. 11-12 ғасырларда салынған. Бұл кесене махаббат пен адалдықтың символы ретінде танымал. Айша бибі мен кесе болғанның махаббаты қазақ халқының мәдениетін айқын көрсетеді. Мәдени нышандар. Домбыра. Домбыра қазақ халқының ұлттық аспабы. Ол қазақтың мәдениетіміздің маңызды нышаны болып табылады. Домбырамен орындалатын күйлер қазақ халқының тарихы және музыкалық байлық дәстүрлерін көрсетеді. Бұл аспаптың тарихы өте тереңде жатыр. Алтын адам Есік Қорғанда табылған сақ жауынгері. Бұл жауынгер қазақ тарихының символдарының бірі болып табылады. Алтын адам бөлек-бөлек ғұрыптармен жерленген. Арыстан баб кесенесі Отырар маңында орналасқан. Бұл кесене Қожа Ахмет Яссауидің ұстаздарына арналып салынған кесене. Қорытындылай келе, Қазақстан аумағында тарихи ескерткіштер мен мәдени нышандар біздің қазақ халқымыздың мәдениетін және тарихын байлығын көрсетеді. Бұл ескерткіштерді насихаттау және сақтау өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.